Сәлеметсіздер ме достар? Менің каналыма қош келдіңіздер. Каналға тіркеліп пікір жазуды ұмытпаңыздар. Махамбет Өтемісұлы өмірі. Махамбет Өтемісұлы жалынды жауынгер ақын. Ол 1836 жылы 1841 жылдары Батыс Қазақстандағы Бөкей ортасында ресейлік патша өкіметінің отаршылдық саясатына қарсы көтерілген қазақ халқының ұлт азаттық қозғалысы басшыларының бірі. Оның еркіндікті, теңдікті аңсаған, халқының мұңын мұңдап, жоғын жоқтаған, қылыштай өткір жырлары сол көтеріліс ұранындай болған. Исатай батыр бастаған көтерілісші сарбаздар жүрегіне сенім ұялатқан, жігер қосқан. Махамбет жырларының құдіретті күші оқырмандарды күні бүгінге дейін ерекше сезімге бөлейді. Жас ұрпақты халқын отанын сүюге тәрбиелейді. Соғыс. Құдайлады хан ұлы, іздеген жауы біз болып, жау қарасы көрінді, жиылған әскер білінді. Исатай басшы, мен қосшы, Исатайдың сол күнде ақтабан аты астында, дулығасы басында, зығырданы қайнады. Астыма мінген ақтабан, ақ бөкендей ойнайды, қасына ерген көп әскер, маңыраған қойдай шулайды. Артымыздан келіп қол жетті, аз жетпеді, мол жетті. Жеткен жерін айтайын, Бекетай құмның басында, ағаш үйдің қасында. Түніменен түйіндік, таң атқанша тарандық. Таң ағарып атқан соң, төңірек жаққа қарандық. Қарап тұрсақ әр жерден, жау бір өрттей қайнайды, қайнағанмен қоймайды. Мылтығын қардай боратып, жетіп келді қамалға. Қамалды бұзып аларға. Толғай оқ атқан, 12 тұтам жай тартқан, қабырғасын қақыратқан, тебінгісін кесе атқан. Тізгінінен кесе атқан, біздің қайсар батырдың жүрегін сөйтіп оятқан. Қызғыш құс. Ау қызғыш құс, қанатың қатты, мойның бос. Исатайдан айрылып, жалғыздықпен болдым дос. Көл қорған сен едің, сен де айрылдың көліңнен. Ел қорған мен едім, мен де айрылдым елімнен. Сені көлден айырған, лашын құстың тепкіні, мені елден айырған, хан жәңгірдің екпіні. Ау қызғыш құс, айтып айтпай не керек, құсалықпен өтті ғой Махамбеттің көп